Баршаңызға сәлем. Соңғы кездері әлеуметтік желілерде танымал тренд болып жүрген итальяндық мемдер туралы айтқым келіп отыр. TikTok, YouTube платформаларын ашып қалсаң, бұл әуенді әндетіп жүрген үш аяғына кроссовки киіп алған акула, итальян акцентінде ырғақтағы рифма, әзіл сияқты әуені тартымды, көрінісі күлкілі, трендте жүрген мем. Ал ең маңыздысы мәтіні ше. Қандай мағына беретінін білдіңіз бе? Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah, ero con il mio fottuto figlio merdardo. Бұл ән емес, бұл дінді қорлау, Алланы мазақ ету, бірақ бүгінгі бала мұны әуен деп қайталап жүр. Ол сөздің мағынасын түсінбейді, бірақ миына жазылып жатыр. Құбыжық акуладан кейін абсурд кейіпкерлер шеруі тоқтамады. Кейінгі шыққан Бомбардино Крокодило мен Палестинадағы балаларға бомба тастағанды ұнатамын дейді. Бұл енді жай қалжың емес. Бұл Алланы тілдеу, мұсылмандарды тілдеу. Бұл саяси пропаганда. Одан кейінгілердің саны есепсіз. Әлгі мемдердің бір ғана ортақ белгісі бар. Бәрі брейнрот хэштегімен таратылып жатыр. TikTokта қазір ондайдан 1,5 миллионнан астам видеосы бар. Бұл брейнрот видеолар. Брейнрот дегеніміздің мағынасы мидың шіруі. Әсіресе кішкентай балалар TikTok, YouTube көрген кезде бір видеодан ойын көреді, бірінен мем көреді, бірінен айқай шуға толы видеолар көреді. Яғни бір-біріне еш байланысы жоқ видеоларды көріп, миларын қоқысқа толтырып тастауы мүмкін. Бұл видеолардың мақсаты соғысты ойынға айналдыру, діни қорлау. Брейнрот жай интернет термин емес. 2024 жылы Оксфорд сөздігі оны жыл сөзі деп жариялаған. Абсурд пен бос күлкінің үстемдік құратын дәуірі басталды дегенді меңзеді. Психотерапевт Шерил Эскин былай дейді: итальяндық брейнрот миға арналған цифрлық компьютер секілді. Бұл ата-аналар түсінбейтін құпия тіл. Сондықтан балалар үшін ол керемет болып көрінеді. Негізі адамның миы бір нәрсені қайта-қайта ести берген кезде ол нәрсені ми шындық деп қабылдайды. Және бала визуалды түрде ақпаратты тез, оңай қабылдайды. Байқасаңыздар, персонаждар сондай жарқын, өмірде кездесе бермейтін ерекше етіп жасалған. Бұл да көз арқылы да, құлақ арқылы да баланың миын тікелей улау. Миды шірітетін мемдар кейіпкерлерін таныстыра кетейін. Біріншісі траллалело траллалла. TikTokта 26 миллион қаралым жинаған, мағынасы басында айтып кеткенімдей Құдайды, Алланы балағаттау. Бұл діни қорлау. Балалар бұл сөздерді ырғақ деп қабылдап қайталап жүр. Тек ислам діні ғана емес, басқа діндерді де балағаттау сөздері бар. Қауіп баланы дінге қарсы қою. Екіншісі Бомбардино Крокодило. TikTokта бұл мемді 4 миллион бала көрген. Бомбардино Крокодилоның сөзі: мен Палестинадағы балаларға бомба тастағанды ұнатамын. Ол Аллаға сенбейтінін айтқан және сенің анаңның рухымен қоректенемін деген сөздерді баланың миына құйып жатыр. Бұл Алланы жоққа шығару мен ананы қорлау. Саяси мазақ, жауыздықты, қатыгездікті ойыншыққа айналдыру. Қауіп баланы зорлықты қалыпты нәрсе ретінде қабылдауға үйретеді. Келесісі Тунг-Тунг Сахур. TikTokта 91 миллион қаралым жинаған. Сахур кезінде шақырып үлгермесең, үйіңе қорқынышты мақұлық келеді дейді. Яғни араб тілінде сухур қасиетті Рамазан айында ауыз бекітуге ниет еткен адамның тамақтану сәті, біздіңше сәресі. Ол қазір TikTokта үрейлі мақұлықпен байланыстырылған. Қауіп бала сәресін рухани сәт емес, қорқынышты дабыл деп қабылдауы мүмкін. Келесі Бомбардино Гусини. TikTokта 2 миллион қаралым жинаған. Ағасы Бомбардино қолтырауын, ол ағасы сияқты барлық функцияларды орындайды және адамдарға бомба таратады. Ол Бомбардино Крокодилоның бауыры, сол секілді бомба тастайды, сонымен әзілдейді. Агрессия күлкімен бүркемеленген. Қауіп бала санасының қатыгездікке бейімделуі. Бесіншісі балерина капучино. TikTokта 53 миллион қаралым жинаған. Ми, ла. Ол музыка сүйеді. Оны көбінесе қыз балалар сүйіп көреді. Оның сөздерінде мағына жоқ, тек ырғақ. Бұл бейсаналық гендерлік кодтау, әйел бейнесін тек ермек үшін жаратылған деп көрсету. Қауіп қыздың жүрегіне кемдік, ұлдың санасына үстемдік ұялатады. Бала бұл типтегі контентке бейімделіп, нәзік, шынайы эмоцияны сезінбей қалуы мүмкін. Жалпы мемдар әлеуметтік желіде өте көп, бірақ ең маңызды осы бесеуін балаңызға көрсетпеуге тырысыңыз.
Әрине баланың қолынан телефонды жұлып алып оған шектеу қойыңыз демеймін. Олай істесеңіз балаға бұл мемді көру одан сайын қызық болады, сізден тығылып қарауы мүмкін. Сондықтан онымен сөйлесіп, мағынасын айтып, бұл мемдарды қарау оған кері әсер беретінін түсіндіріп, өзара диалог жасаңыз. Және баланың смартфоны немесе планшетінен бұл видеоларды блоктап тастауға болады. YouTube қосымшасы арқылы қорқынышты мемдарды және барлық қорқынышты видеоларды алып тастау үшін қосымшадағы іздеу тарихын өшіру керек, және сол видеоларға жалып түсіріп, келесіде лентаға шығармайтындай етуге болады. Мысалы, мұнда менің баламның көрген ойындары мен мемдары. Бұны құрту үшін бірінші история тазалаймын. Оң жақ жоғары бұрыштан настройкаға кіріп басамыз. Управлять историей просмотраны басып, ең астына удалить дегенді басып, барлығын өшіреміз. Сол кезде қорқынышты видеолар, мемдар өшеді. Егер сол видеолар қайта шығып кетсе, пожаловаться етіп, немесе маған ұнамайды деп, соған ұқсас видеоларды қайта көрсетпейтін етіп алып тастауға болады. Және YouTube Kids балаларға көбінесе қауіпсіз болады. Ең дұрысы балаңыз не көріп жатыр, соны қадағалағаныңыз жөн. Пайдасынан зияны көп мемдарды балаға қаратқанша баланың дамуына арналған әрі балаға қызық мультфильмдер қаратуға болады. Мен YouTube'дан бірнеше пайдалы каналдарды білемін. Соның ішінде өзіміздің қазақ арнасы Балапан ТВ, мультфильм, ертегілер, тағы басқалар көрсетіледі. Орыс тілінде Трикотта бар. 3 мысықтың күнделікті оқиғалары арқылы этика, тәртіп, қарым-қатынас үйретіледі. Ағылшын тілінде Cocomelon бар. Көбінесе ағылшын тілін үйренуге жақсы. Менің балам осы канал арқылы кейбір заттарды ағылшынша айтады. Ағылшын тілінде тағы Peppa Pig, Little Baby Boom, Blippi деген каналдар бар. Мысалы, менің ұлым қазір көбінесе Blippi каналын жақсы қарайды. Каналдың мақсаты да кәсіпті, машина, заттар, табиғат туралы, қызықты зерттеулер туралы. Жалпы айта берсем, детский қызықты әрі пайдалы каналдар өте көп. Балалардың күні мемдарға қарап қалған жоқ. Бүгінгі ақпаратым сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша басып қойыңыз. Және видеоға лайк пен пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.